Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен Whoopie печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, сонымен қатар құрамы да қолжетімді. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп сенемін. Және дәл осы рецепт бойынша Whoopie тортын жасауға да болады. Ал онда біз бастаймыз. Бізге керекті заттар жұмыртқа, ұн, какао, сары май, жұмсақ қант, Қазақстан шоколады және разрыхлитель. Бірінші біз құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұнға какаоны және разрыхлительді қосып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді біз мына Қазақстан шоколадымызды осылай ұсақтап, сары майды қосып, микроволновкада ерітіп аламыз. Шоколадымызды еріді, жақсылап араластырамыз. Түбінде шоколадымыз тұрып қалмау керек, маймен жақсылап араласу керек. Ендігі біз қант пен жұмыртқаны миксерлейміз. Жұмыртқаны бірінші өзінің кішкене аппақ болып көпіргенше миксерлеп, одан кейін қантты қосып отырып, аппақ пена болғанша миксерлейміз. Одан кейін қалған заттарымызды қосатын боламыз. Жұмыртқа жақсы көтерілу үшін бөлме температурасында тұру керек. Сол үшін холодильниктен алдын ала шығарып қоямыз. Енді бұған шоколадымызды қосамыз, ары қарай араластырамыз. Ұнды бірден сала салмай, осылай қасықпен салып отырып миксерлейміз. Өйткені кейде ұнымыз артық болып кетуі мүмкін, ұнның құрамына байланысты, сортына байланысты. Қалған шоколадты қосамын. Одан кейін қалған ұнды қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Миксермен араластырғаннан кейін лопаткамен шет жағындағыларын түсіріп, тағы да бір араластырамыз. Түбінде шет жағында қалып қалғандар болса, толық араласуы керек. Енді міне осындай мешокқа салып, кондитерский мешокпен печеньемізді табаға салатын боламыз. Менде арнайы осындай печенье пісіруге арналған противень бар. Соған осылай бір өлшемде барлығын салып шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып қойдық. 180 градуста 10 минут тұрды. Мен жақсы пісіп шықты. Енді осыны ақырын алып, жинастыра береміз. Осындай палочкамен немесе силиконовый лопаткамен де алуға болады. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын. Енді біз осыған алдын ала дайындап қойған кремімізді жағып, салқын жерге қойып қоямыз. Холодильникке де қоюға болады. Кремді қалауыңызша жасауыңызға болады. Менде творожный сыр, сливки және сахарный пудрамен жасалған крем тортқа арналған. Сіз сметанный креммен немесе осындай крем қолдануыңызға да болады. Кремнің құрамын мен видеоның астына жазатын болам, описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Неге дәмі өте ерекше, дәмді болып шықты.